Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен көкөністерді қысқа сақтаудың жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көкөністерімізді жуып тазалап, сосын міндетті түрде кептіріп барып, осылай тураймыз. Сосын тураған көкөністерімізді осылай пакеттерге салып шығамыз. Мен бұрыштарым жартысын осылай турап алдым. Ал қалған бөлігін сыртынан жуып, кептіріп, ішін тазалап, видеодағыдай бір-біріне кіргізіп пакетке салып қоямыз. Бұл бұрышқа кейін ішіне фарш салып, қыста дайын тамақ жасасаңыздар болады. Дайын көкөністерімізді осылай мұздатқышқа салып, қыс бойы сақтаймыз. Осымен қысқа арналған көкөністеріміз дайын. Қараңыздар, өзінің формасын бұрышымыз жақсы ұстап тұрады. Мен өте ашты бұрышты, сосын сәбізді де осылай турап салып аламын. Жанды. Сосын таңқурай, құлпынайды осылай пакетке салып сақтаймын. Кез келген уақытта мұздатқыштан шығарып, қолдана берсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.